Баршаңызға сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз түсімізде құлпынай көрсеңіз деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде құлпынай көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Ал егер түсіңізде құлпынай жеп жатсаңыз, басыңыздағы қиыншылықтардан құтылатындығыңызды білдіреді. Егер сіз түсіңізде әлі піспеген жасыл құлпынай көрсеңіз, сіздің ақшаңыздың көп болатындығын білдіреді. Түсіңізде құлпынай теріп жатсаңыз, алға қойған мақсатыңызға жететіндігіңізді білдіреді. Бойдақ жігіт түсінде құлпынай көрсе, жақында үйленетіндігін білдіреді. Егер сіз түсіңізде құлпынай сатып жатсаңыз, саудаңызға береке келетіндігін білдіреді. Түсіңізде тәтті құлпынай жеп жатсаңыз, жақсылыққа жететіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде қара құлпынай көрсеңіз, сіздің басыңызда қайғы бар екендігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде құлпынай жеп жатсаңыз, ауруыңызға ем табатындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде біреуге құлпынай сыйлап жатсаңыз, ол адаммен араңызда жақсы қарым-қатынас бар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде құлпынай өсіріп жатсаңыз, сізге көп жақсылық келетіндігін білдіреді. Егер әйел адам түсінде құлпынай көрсе, қайғырып жүргендігін білдіреді. Бойда қыз түсінде құлпынай көрсе, жақында тұрмыс құратындығын білдіреді. Сондай-ақ бұл түс оның арманындағы жігітіне күйеуге шығатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде құлпынай көрсе, жатырындағы баланың жақсы адам болатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде құлпынай көрсе, рызық несібесінің артатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде құлпынай көрсе, күйеуінің жақсы адам екендігін білдіреді. Достар, егер видеомыз ұнаса, лайк басып каналды қолдап қойыңыздар. Келесі видеомызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.